Адам баласы бұл өмірге күнәдан пәк және таза болып келеді. Ал осы қасиетті әрі қарай сақтап қалу әркімнің өзіндік таңдауы. Бұл дүниеде адамның мақсаты мен басты қажеттіліктерінің бірі жақсылық істеу. Алдарыңызда әрбір адамды таң қалдыратын игі істердің топтамасы. Ата мен әженің немереге деген махаббаты шексіз және ерекше. Қытайдың Сычуань провинциясында болған мына ғажайып оқиға осыны дәлелдейді. 14 жасар Фан Мицудің тумасынан тізе буынында ауытқулығы бар. Ол мектепке жаяу бару отырмақ, бір орында өз салмағын өзі ұстап тұра алмайды. Алайда 66 жасар әжесі 5 жыл қатарынан Фан Миді арқасын арқалап мектепке алып барып, сабақ бітісімен үйіне қайтып алып кетеді. 2 шақырым жерде орналасқан мектепке жету үшін кем дегенде 1,5 сағат уақыт жұмсайды және жол бойы демалу үшін 5 рет тоқтайды. Бұл оқиға жайында бақта сөйлей бастағанда билік те жай қарап отырмай шағын отбасыға мектеп жанынан жаңа үй және Фан Миге мүгедектерге арналған арнайы кресло береді. Ал дәрігерлердің айтуы бойынша Фан Мидің жазылып кетуіне барлық мүмкіндіктері бар және олар қазіргі таңда бар күшін салуда. Макдональдс жарығынан сабақ орындап отырған панасыз бала мен студент қыздың кездесуі жайдан жай емес. Жігерлене Макдональдстан түскен жарықтан сабағын оқып отырған бұл сурет баланың өмірін толықтай өзгертті. Үйлері өртеніп кеткендіктен 3-ші сыныпта оқитын Даниэль Кабрера және оның анасы Кристина Эспиньоса әкесінен және күйеуінен айырылғаннан кейін қабырғалары жоқ азық-түлік сататын киоскіде өмір сүреді. Бұл қиындықтарға қарамастан 9 жасар Даниэль кеш батысымен Макдональдстан түскен жарықтың арқасында үй жұмысын жасап шығады. Сол бір кештердің бірінде Джойс Гиллостары Франк атты студент қыз бұл балаға тәнті болып, оны суретке түсіріп алады. Джойс бұл суреттерді әлеуметтік желілерге салып, оған қоса баланың өмірі жайында шағын комментарий қалдырады. Бірнеше күн өтісімен мүлдем танымайтын адамдар балаға ақшалай көмек бере бастайды. Осы суреттің арқасында қазіргі таңда Даниэльге Филиппин үкіметі көмек көрсетуде және ол арнайы стипендия алады. Жақсы істер ешқашан ұмытылмайды. Бұл оқиға осыдан 20 жыл бұрын болған. Мына суретте Майк Хьюз атты өрт сөндіруші 9 айлық Даниэльді өрт жалмаған үйден алман алып шыққаны бейнеленген. 20 жыл өтісімен Даниэль Майкты өзінің мектеп бітіру рәсіміне жақын досы және құтқарушысы ретінде шақырып отыр. Туған күн адам өмірде маңызды мерекелердің бірі. Әсіресе кішкентай балалар бұл мерекені күн санап күтіп жүреді. Аутизммен ауыратын 6 жасар Гленнің туылған күніне шақырған 16 баланың ешқайсысы да келуді қаламаған. Баласының көңілі күй түсіп кеткенін көрген анасы бұл жайында әлеуметтік желілердің бірінде жазып қалдырады. Бұл жайттан хабардар болған Сент-Клауд тұрғындары Гленге өз балаларымен қонаққа келе бастайды. Тұрғындардың бірі жаңа велосипед алып берсе, енді біреуі күні бойы суретке түсіріп, кеш аяқталысымен суреттерді Гленге сыйлық ретінде ұсынады. Округтық шериф болса сол мекенжай бойынша тік ұшақ жіберіп Гленнің үйінің жанында бірнеше уақыт бойы ұшып жүреді. Алайда бұнымен әлі біткен жоқ. Бірнеше уақыт өтісімен Гленнің туылған күніне өрт сөндірушілер мен полиция қызметкерлері келіп жеткен. Бұл мерекені Глен әлі ұзақ есте сақтайды деп жауап берді Гленнің анасы. 2011 жыл Жапонияда атом электр станциясының 4-ші реакторында жергілікті уақыт 11:53-те сутегі жарылысы болды. Реактордың маңындағы радиацияның деңгейі шекті нормадан 400 есеге асып түсті. Осы жарылыстың салдарын ретке келтіру үшін 200-ге жуық зейнеткер өз еріктері бойынша өмірлерін құрбан етуге келісті. Жастарды радиациядан сақтауымыз керек, олар біздің болашағымыз деп жауап берді зейнеткерлердің бірі. 2011 жылдың 12 қарашасы Тараз қаласында қылмыскерді ұстау барысында 7 адам қаза тапқан болатын. Ғазиз Байтасов қылмыскерді ұстау барысында кеудесіне тиген оққа қарамастан қылмыскерге 2 оқ атып үлгереді. Өзін жармақ болған қылмыскерге жармаса, жерге құлатып денесімен жарылғыш затты жауып қалады. Ғазиз Байтасовқа халық қаһарманы атағы беріліп ескерткіш орнатылды. 2005 жылы 10 жасар Колби атты қызға қан тамырында қатерлі ісік бар деп диагноз қойылды. Өлім аузында тұрған қыз Pixar студиясының Вверх деген мультфильмнің жарнамасын көріп қалады. Сол сәттен бастап мультфильмнің сатылымға шығуын асыға күтеді. Бірақ оған жеткенше Колби өте әлсізденіп, кинотеатрға барар күші қалмай қалады. Ауруханада болса да мультфильмді көруді өте қатты армандайды. Отбасының достары Pixar компаниясына кішкентай қыздың тілегі туралы хабарлайды. Студияның өкілі Калифорнияға ұшып келіп өзімен бірге әлі ел көзі көрмеген мультфильмнің DVD дискісін алып келеді. 7 сағаттан соң қыз дүниеден қайтады. Колбидің анасының айтуы бойынша кішкентай Колби қалған азынаулық күшін жинап үлкен ынтасымен мультфильмді көріп, мәңгілік ұйқыға тыныштықпен аттанды деп жауап берді. Билли Рей Харрис атты қайыр тілеп отырған адамның жолы болып кетті. Сара Дарлинг садақа бермекші болып Амияннан алған тиындармен бірге некелік сақинасын Биллидің кішкентай тостағанына түсіріп алады. Өзінің қымбат бұйымын жоғалтқанын байқағанда Биллиді іздеп таппақшы болады. Сараның қуанышына орай Билли сақинаны қайтарып береді. Сара Дарлинг Биллидің адалдығына риза болғаны соншалық ол күйеуімен ғаламторда қайырымдылық қорын ұйымдастыруды шешеді. Бұл жағдайдан хабардар болған адамдар ақша аудара бастайды.
аз уақыттың ішінде Биллиге $100,000 астам ақша жинап береді. Соның арқасында Билли өзіне үй сатып алып, өзінің 16 жыл көрмеген отбасы мүшелерімен қайта қосылады. София қаласының тұрғындары көшеде өткен кеткеннен қайыр тілеп тұратын Добри Добреевті таниды және біледі. Алайда оның қайыр тілеп тапқан ақшасының бір тиынын да өзіне қалдырмайтын көпшілікке мәлім емес. Қайыр тілеп тапқан ақшасын Добри Добреев шіркеулерге және жетімдер үйіне берумен айналысады. Осы күнге дейін ол шамамен $52,000 жәрдемақы төлеген. 100 жасқа келген Добреев ата күнделікті күн көрісін зейнетақысының арқасында көріп жүр. Бұл сөздерді 14 жасар бала химиотерапия кезінде анасының көңілін көтеру үшін аурухананың астына жазып қалдырып кеткен. Hi mom, God bless you. Аударғанда, сәлем ана, Құдай тәңір жарылқасын. Pix Top 5 каналының алғашқы конкретика шығарылымы осындай болып шықты. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, каналға жазылуыңызды сұраймыз. Жаңа видео аптасына кем дегенде 2 рет шығып тұрады. Сонымен қатар сіздер бізді ВКонтактеден таба аласыздар. ВКонтакте парақшасында сіздер дауыс беріп қызықты 5 және Follow Me To айдарлары не жайында болатынын таңдай аласыздар. Чао!